Сәлем достар, жаз басталғалы маса мазаңызды алды ма? Олай болса бүгінгі видеода маса туралы толық ақпарат беретін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіз. Масаның қандай түрлері бар? Ол адамдарды неге шағады? Маса қандай адамдарды шағады? Осы сияқты қызықты сұрақтарға жауап алу үшін видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Алла тағаланың жаратқан әлеміне адамзат баласы әлі күнге дейін таңдай қағуда. Әрбір жаратылысынан керемет үйлесімділік пен шеберлікті көргенде таңғалмауға шара жоқ. Барлық тіршілік иесі өз міндетін қалтқысыз атқаруда. Барлығы да Алла тағаланың белгілеп қойған заңымен жүреді. Сондай жаратылыстардың ішіндегі маса деген жәндіктің тіршілігіне көз тастап көрейікші. Маса Алла тағаланың керемет дәлдікпен жаратқан майда жәндігі. Ол жанды мақұлықтардың қанымен қоректенеді. Маса ұзын мұрттылар, қос қанаттылар отрядының бір тармағы. Мұртшалары ұзын, көп бунақты болып келеді. Бас капсуласы жақсы жетілген. Ересек түрі ұшып шығар алдында қуыршақ қабығын арқа жағынан бойлай сөгіп шығады. Олардың негізгі тұқымдастары ұзын сирақты масалар, беріш масалар, қансорғыш шіркейлер, ызылдауық масалар болып табылады. Ұзын сирақты масалардың 1500-ге жуық түрі бар. Ұзындығы 12-30 мм болады. Аяқтары жіңішке әрі ұзын. Олар қара шірікпен, өсімдіктердің тамырымен, балдырлармен қоректенеді. Беріш масалардың 4000-ға жуық түрі бар. Ұзындығы 1 және 5 мм-ге дейін. Ересек түрлері көп өмір сүрмейді, қоректенбейді де. Дер нәсілдері құрт тәрізді, аяқтары болмайды. Топырақта орман төсеніші мен шіріген сүректе тіршілік етеді. Саңырауқұлақ мицелийін сору арқылы қоректенеді. Дер нәсілдердің келтірген зардабынан, яғни шығарған ферменттерінің әсерінен өсімдіктің жапырақ, сабақ ұлпалары қалыптан тыс ұлғайып өсіп, үстінде бұзғынша, галла деп аталатын көптеген ісіктер пайда болады. Гессен шыбыны тары құмыты, қарақат құмыты масалардың негізгі өкілдеріне жатады. Масалардың Қазақстан қызыл кітабына 5 түрі тіркелген. Қансорғыш масалардың 2500-ге жуық түрі бар. Ұзындығы 8 мм-ге дейін жетеді. Денесі және қанаттары қабыршақпен қапталған. Аузы соруға бейімделген. Аталықтары өсімдік шырынымен, аналықтары адамның және сүт қоректілердің қанымен қоректенеді. Дер нәсілдері ақпайтын суларда жақсы дамиды, 4 рет түлейді. Адамға безгек плазмодиясының барлық түрін жұқтырады. Москиттер немесе үнсіз масалар туысының 130-дан аса түрі бар. Ұзындығы 1-3, 3-5 мм болады. Денесі түкпен қапталған. Ересек түрлері сүт қоректілер індерінде адамның мекен жайын, ал дер нәсілдері органикалық қалдықтарға бай жерлерде тіршілік етеді. Сондай-ақ олар лейшманиоз ауруын таратушылар болып табылады. Біздің көбіне көзін жоюға тырысатын масамыздың қасиетті Құранда баян етілгенін біреу білсе, біреу білмейді. Қасиетті Құранда мынадай аят бар екен. Расында Алла масаны одан да зорғыны мысал келтіруден ұялмайды. Мүміндер оның раббыларынан түсірілген ақиқат екендігін біледі. Ал енді қарсы болғандар Алланың бұл нәрселерді мысалға келтірудегі мақсаты не дейді? Алла ол мысал арқылы көптегенді адастырып, әрі онымен көптегенді оңғарады. Ал адастырғанда тек бұзықтарды ғана адастырады. Бақара сүресі 26 аят. Қазіргі ғылым саласы масаға байланысты келесідей ерекшеліктерді атайды. Масаның бас жағында 100 көз, аузында 48 тіс, ішкі бөлігінде 3 жүрегі болады.
тұмсығында әрқайсысы әртүрлі қызмет атқаратын 6 кескіші, сонымен қатар екі жағында 3 қанаттан орналасады. Қараңғыда адамның терісін анықтап, оған сия түсті түс беретін арнайы мүшесі болады. Қанның кез келген түрін сорып ала бермейді. Сондықтан да қанды жіктеп, оның құрамын анықтайтын тағы бір мүшесі бар. Соруға ыңғайлы әрі оңай болу үшін қанды сұйылтатын тағы бір қызмет атқарады. Адамның терlegеннен кейінгі иісін 60 км ара қашықтықта сезеді. Қан соратын мүшесін адамның терісіне кіргізгенде адам сезбейді. Тек қан тұмсығы арқылы өтіп жатқанда ғана адам сезуі мүмкін. Міне, біз біле бермейтін, көзге түсіп көріне бермейтін маса секілді майда жәндіктің осындай кереметтері бар екендігіне көзіміз жетті. Қазіргі ғылым саласы енді дәлелдеп жатқан масаның кереметтері 14 ғасыр бұрын қасиетті Құранда баян етіліп кеткен. Онысын Құрандағы масаны өзгелерге мысал етіп көрсетуге ұялмаймыз деген мағынадағы аяттан байқаймыз. Біз білетін масаның пайдасынан зияны көп, бірақ біз біле бермейтін пайдалы тұстары көп болуы да мүмкін. Әйтпесе, қасиетті Құранда ерекше айтылмаса керекті. Анығын Алла тағала біледі. Ал енді масалар қандай адамдарды көбірек шағатынын білесіз бе? Олар күндіз не істейді? Осы секілді сұрақтардың жауабын және маса туралы басқа да қызықты деректерді тыңдай отырыңыз. Масалар артық майы бар адамдарды және спортсмендерді жиі шағады. Спортсмен шұғылданатындардың қаны таза болады. Сүт қышқылы көп бөлінеді. Толық адамдарда да холестерин, сүт қышқылы көп болады. Масалар ақшам уақытында түнде ғана белсенді болады, ал күндіз үйге өсімдіктер арасына жасырынып демалады. Күн шығып тұрғанда ояу жүргендері басқа жан-жануарға жем болады. Масалар тұрқы жөнінен әртүрлі болады. 12,5 мм бастап 5 см-ге дейін жететін масалар да бар. Маса шақпайды, қанды сорады. Адамның денесіндегі бүкіл қанын сорып тауысу үшін 1.200.000 маса жеткілікті. Егер осындай маса бір адамға төнген жағдайда, ол шыдамай өліп кетеді. Бұл бір жағынан мүмкін емес жағдай. Бұл жәндік үшін кішкентай баланың және адамның бірінші, екінші топты қаны ең дәмді көрінеді. Масаның ұрғашысы ғана қан сорады, ал ері өсімдікпен шырынмен қоректенеді. Маса шақпасын десеңіз, адам баласы сияқты масаға да жағымсыз иістер әсер етеді. Маса шүйгін шөп, валериан, қалампыр гүлі, темекі, базилик өсімдігінің иісіне төтеп бере алмайды. Үйіңізге маса кірмесін десеңіз, терезеңіздің алдына базилик не қалампыр жапырақтарын қойып қойыңыз. Ал маса шағып алмасын десеңіз, қол аяғыңызға азғантай ғана шүйгін шөп сұйықтығын жағып алыңыз. Маса ашық түстерді, соның ішінде сары түсті жақтырмайды. Егер де таза ауада демалуды көздесеңіз, үстіңізге сары киім киіп алыңыз. Сонда сізді маса шақпайды, әрі демалсыңыз сәтті өтеді. Ал қара, күлгін, көк түстер масаны өзіне тартып тұрады. Маса жынысы мен жасына қарамастан көбіне ақ құба адамдарды шағады екен. Сондай-ақ маса ер азаматтарға қарағанда нәзік жандыларды көбірек, әсіресе аяғы ауыр келіншектер мен жас босанған әйелдерді жиі шағады. Ағылшын биолог ғалымдары масаның еті тірі, сабырсыз адамдарды көбірек шығатынын дәлелдеген. Себебі әрдайым қимылдап, тағат таппайтын жандардың қан айналымы жақсы. Ал жүзі суық, тұйық жандарға маса аса көп жоламайды екен. Маса жүрек, бауыр,
бүйрек ауруларымен ауыратын жандарды көп шағады. Себебі маса адам ағзасында зиянды холестериннің бар жоғын сезеді. Ал дертке шалдыққандардың ағзасында зиянды холестерин жетіп артылады. Маса терісі жұмсақ әрі тершіл жандарға жақын келеді. Терісі жұмсақ, қаны таза болғандықтан маса кішкентай балаларды көбірек шағады. Маса кішкентай сәбиді шақпас үшін бесігінің немесе төсегінің жанына лимон немесе сарымсақ қойып қойыңыз. Шаққан жағдайда балаға жылы сүт немесе қайнаған су беріп, шаққан орындарды тұзды сумен шайып жіберіңіз. Достар, бүгінгі қызықты әрі пайдалы ақпаратым өз мәресіне жетті. Егер де видео ұнаса, лайк басып, төменге өз пікіріңізді қалдырыңыз.